Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір ғана лайк түймесін басты ұмытпаң. Көгілдір отын ішкі нарыққа шұғыл қажет болды. Өйткені барлық негізгі газ жеткізушілер ұзақ мерзімді жоспардан тыс жұмыстардың салдарынан өз міндеттемелерін жүйелі түрде орындай алмады. Ол туралы Қазақ газ ұлттық компаниясының өкілі де айтты. Ішкі нарыққа жеткізбеу көлемі 2,4 миллиард текше метрді құрады. Бұл ретте ішкі тұтыну өзінің тарихи максимумын жаңартты. Сағатына 4 миллион текше метрден асты. Қазір жағдай тұрақты. Қытайға газ жеткізуге қарыз жоқ. Теңіз шерф ойл газды тәуелсіз экспорттау тоқтатылды. ТШО газдың барлық көлемінің ішкі нарыққа бағыттайды. 2030 жылға қарай ішкі нарықтағы газды тұтыну көлемі 40 миллиард текше метр газға дейін өседі. Қазір Қазақстан 21 миллиард текше метр тұтынса, тағы 5 миллиард текше метрде экспортталады. Желтоқсан-қаңтар айларында Қазақстан Қытайға газ экспортын тоқтатуға мәжбүр болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.